асылдары, жайнасын көңіліңнің жасыл бағы. Сіздер үшін әнмен күй өлеңі енді, сіздер үшін осы тойдың шашулары. Армысың мақтанышым, еңбегерім, жеңіспен осы тойға келген едім. Бас ел еңбегіне ерлігіне мың-мың сәлем құрметпен бермегенім. Қайырлы күн, құрметті қауым, бүгін ауыл еңбеккерлерінің күні. Ауыл шаруашылық қызметкерлерінің еңбегін еш нәрсеге теңестіре алмаймыз. Себебі олардың еңбектері ерен еңбек. Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на одном из самых уважаемых и достойных праздников Костанайской земли – Дне работников сельского хозяйства. Хлеб – основа жизни, богатства и силы Родины. И сегодня в этот праздничный день мы благодарим вас, труженики села, за богатый урожай и желаем счастья, здоровья, благополучия, успехов в вашем нелегком труде. Пусть земля всегда щедро благодарит вас за труды. Алғашқы құттықтау сөз кезегі Бейімбет Майлин атындағы аудан әкімі Мыржақыпов Қайсар Батырханұлына беріледі. Құрметті ауыл еңбеккерлері, агроөнеркәсіп кешені қызметкерлері, қадірлі еңбек ардагерлері, сіздерді шын жүректен кәсіби мерекелеріңіз, ауыл шаруашылығы қызметкерлері күнімен құттықтаймын. Ырыс несібесін жерден тапқан, береке дарыған біздің қасиетті Бейімбет Майлин өңірінде ауыл шаруашылығы ең үлкен ілгері сала. Ауданымыздың ауыл шаруашылық қызметкерлері қыстың қамын ойлап, жазда еңбектеніп, күтіп баптаған өнімдерін теріп аяқтап, ысырапсыз жиналған мол өнімнің қызығын көріп, көңілі марқайып, еңбегі еселеніп, келер жылдың есебін пайымдауда. Мемлекеттің негізгі тірегі ауыл екені айдан анық. Өйткені ел байлығы, алтын астықты өндіретін ауыл диқандары, мал өсіріп, сүт ет дайындайтын ауыл еңбеккерлері болып табылады. Сіздерге халқымызды азық түлікпен қамтамасыз ету жолындағы табанды еңбектеріңіз, өз істеріңізге деген жанашырлық және туған жерге деген таусылмас сүйіспеншіліктеріңіз үшін алғыс айтамын. Жемісті жетістіктерге жетуімізге ат салысып, тер төккен баршаңызға ризашылығымды білдіремін. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Қоймаларыңызға астық толып, шаңырақтарыңыз шаттыққа бөлене берсін. Уважаемые труженики сельского хозяйства, от всей души поздравляю с профессиональным праздником всех, кто трудится на полях, на фермах, в личном хозяйстве, предпринимателей, словом всех тех, для кого судьба села – это их судьба. Особые поздравления и сердечную благодарность хочу выразить первоцелинникам, ветеранам сельскохозяйственного производства. Спасибо вам за ваш ратный труд. День сельского хозяйства стал всенародным, так как от состояния аграрной сферы всецело зависит судьба страны в вопросах продовольственной безопасности и стабильности. В нашем районе ведется большая работа по увеличению производительности труда и экспорта переработанной продукции сельского хозяйства. Вот и в этом году трудолюбие, профессионализм, самоотверженный труд тружеников села позволили встретить праздник с хорошими показателями. Но несмотря на непростые погодные условия, наши опытные руководители, комбайнеры, трактористы, водители и фермеры собрали неплохой урожай в количестве 105 тысяч тонн. Объем валовой продукции сельского хозяйства с начала года составил 15 миллиардов тенге. Индекс физического объема более 117%. Дорогие земляки, крестьянский труд требует от человека полной отдачи, упорства, умения работать на перспективу, поэтому достойная оценка труда земледельца, животновода – одна из гарантий стабильности и уверенности в завтрашнем дне всего общества. От всей души еще раз поздравляю всех тружеников сельского хозяйства района с праздником, желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в работе, удачи и процветания на благо нашей Родины. Құрметті жерлестер, өздеріңізді тағы да кәсіби мерекелеріңізбен құттықтай отырып, баршаңызға мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр, бақыт және біздің отанымыз Қазақстан Республикасы игілігі жолында жаңа еңбек табыстар тілеймін. Қамбамыз дәнге, өрісіміз малға толсын. Сан ғасырлар бойы сусап жатқан сардалаға адам нәр берді, жан бадырды.
Ол шеті мен бұл шетіне құс қанатталып жететін кең дала төсі, жайқалған егінге толды. Бұның барлығы әрине ауыл шаруашылық қызметкерлері мен еңбекқор диқандарымыздың төккен тері, жемісті жемісі. Поистине, День работников сельского хозяйства – это венец труда, земледельца. Это праздник, посвященный людям, знающим истинную цену земли, людям разных характеров и судеб, но объединенных одной заботой – вырастить хлеб, сделать богаче наше государство, нашу жизнь. Агроөнеркәсіп кешенінің дамуына елеулі үлес қосқаны үшін ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу өнеркәсібі қызметкерлерінің күнін мерекелеуге байланысты сұлу шаруа қожалығының басшысы Пирог Александр Сергеевич ауыл шаруашылығы министрлігінің мақтау грамотасымен марапатталады. За внесенный вклад в развитие агропромышленного комплекса в связи с празднованием Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности грамотой Акима области Архимеда Мухамбетова награждается механизатор ТО «Адлет» Ремезов Евгений Алексеевич. Агроөнеркәсіп кешенінің дамуына елеулі үлес қосқаны үшін ауыл шаруашылығы және қайта өңдеу өнеркәсібі қызметкерлерінің күнін мерекелеуге байланысты Викторовский шаруа қожалығының механизаторы Корсак Александр Сергеевич Қостанай облысының әкімі Архимед Мухамбетовтың грамотасымен марапатталады. Грамота Акима района на День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 2020 года награждается директор ТО «Мечта 98» Кравчук Владимир Иванович, комбайнер ТО «Адлет» Митушков Юрий Николаевич, телятница ТО «Викторовская» Ракова Антонина Петровна, табунщик КХ Ахмеджанов Солташов Гибадат Тайшуланович, главный бухгалтер ТО имени Майнина Колесник Светлана Ивановна. Грамота Акима района на День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 2020 года награждается оператор ТО ЖК Ленинская Жекеев Руслан Асмаханович, овощевод КХ Цой Александр Петрович, пекарь и почерных Журба Екатерина Владимировна, агроном управляющий ТО «Сулу» Яицкий Олег Борисович, комбайнер ТО «Аятагра» Лукаш Владимир Владимирович. Еліміздің өркендеп өсуі мен игілік үшін ауыл шаруашылығының орны бөлек. Игілікті жұмысы жандарына серік еткен жеке шаруашылық қызметкерлерінің ауыл тұрмысын көтеруде жасап жатқан жанкешті еңбектерін қалай мақтасақ та жарасады. Не зря в народе говорится, что хоть зерно и золотым родится, но превратить его в настоящее золото без больших усилий непросто. Мы преклоняемся перед людьми, которые связали свои судьбы с сельским хозяйством, отдали ей значительную часть своей жизни, внесли большой вклад в ее развитие.
Сонымен қатар, еңбек адамның өмір сүруіне маңызды жағдай. Себебі ол адамның өмір сүруінің материалдық және рухани қажеттіліктерін, басқаша айтқанда адамдармен араласуға, білімге, өнерге және тағы да басқа өмір сүруге керек заттармен қанағаттандырады. Сонымен кез келген адамның өмірі еңбексіз мүмкін емес. Еңбек барлығын жасайды. На всех языках планеты люди всегда с теплотой и любовью говорят о земле и о хлебе, как о самом великом богатстве. Хлебороб – самая прекрасная и уважаемая профессия, в ней сила и мощь нашего государства. Жатва – раньше ее называли битвой за урожай. Это настоящий героизм, а героев должна знать вся страна. тасқында еңбек қайнаған, төсі малға, астыққа толып қанбасы, еліміз дамып, жылжыды өрге арбасы. Сегодня замечательный праздник, День работников сельского хозяйства. Это одна из самых нужных и благородных профессий, имеет огромное значение для развития и благополучия нации. Для процветания нашей Родины хлеборобы района объединены одной заботой – вырастить хлеб, сделать богаче наше государство, нашу жизнь.
Я так жду последний день в этом году, тепла и солнца. Я так жду последний день много лета. Желтые листья
праздник у девчат. Сегодня будут танцы, и щеки девушек горят, с утра горят румянцем. Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. А парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются вдоль стены, пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят, потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Сегодня пусть не повезло девчонкам на чего-то, они статистики назло опять придут в субботу. Придут девчонки стоять в сторонке, платочки в руках теребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Очень жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Ауыл тұрғындарының маңдай терімен тапқан еңбегінің жемісін елімізде барша халық тұтынады. Бірақ осы біздің дастарханымыздағы байлықтың қандай еңбекпен табылатынын кейбіреуімізде біле білмейміз. Сондықтан бүгінгі аталып отырған ауыл еңбеккерлеріне күніне оларға барлық жақсылықты тілеймін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Уважаемые механизаторы, комбайнеры, водители, руководители сельхозпредприятий, одним словом все те, кто в очередной раз большим трудом прославил наш район. От всей души мы желаем, чтобы всегда вашими жизненными спутниками были неутомимая жизненная энергия, мудрость и оптимизм, благодаря которым живет наша плодородная нива. Пусть ваша жизнь будет полна здоровья и радости, достатка и благополучия вашему дому, счастья и гармонии вашим семьям. Күлдей шалқыған қазақта ел қайда, қаласы жусанын қыған өзімде жер қайда. Киелі басыма саған айтарым, ардақты өтейін, бабадан қалған байтағым садаған кетейін. Киелі күлімдеп жатқан көлден, көкірай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған елден айналайын. Болмасам өзің аймарым, мұратқа жетермін, түспесін төмен байрағын, төбеңе көтерген. Киелі ғасырлар өткен армандап, келмері асқаған, ұлыңа Алла жар болғай, елімді бастаған. Киелі күлімдеп жатқан көлге
соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Күндеп жатқан көлден, орай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Күндеп жатқан көлден, орай шалғын белден, құбыла соққан желден айналайын. Тілегін тәңір берген, қасиет қонған елден, ел үшін туған ерден айналайын. Осымен бүгінгі ауыл шаруашылығы қызметкерлер күніне арналған мерекелік бағдарламамыз тәмамдалды. Баршаңызға бақыт, еңбекте табыс тілейміз. Қамбаларыңызға жыл сайын алтын асық молынан құйыла берсін. До новых встреч! Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.